Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әп-әдемі, кіп-кішкентай, өте тәтті, жұмсақ болып шығатын күлше нан жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай әрі жеңіл, еш қиындығы жоқ. Нан бар жерде ән бар демекші, сіздердің көңілдеріңізден шығарына сенімдімін. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, ерітілген сары майымызды, 1 шай қасық қашытқы, оның үстінен 2 қасық шекерімізді және тұзымызды салып, араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Илеген қамырларымыз өте жұмсақ, қолға жабысатын болуы қажет. Осылай ұнды 2 бөліп салдым мен. Өзіме осылай ыңғайлы болды. Қамырларымыздың қаттылығы, жұмсақтығы осы видеодағыдай болу керек. Ең соңында қамырды илеп болғаннан кейін 1 ас қасық сұйық майымызды бетінен құйып, қамырымызды біркелкі етіп аламыз. Қамырды жақсылап илеп болды. Енді бетін осындай салафанмен жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Қамырдың қатты көтерілуін күтудің қажеті жоқ. Ашытқымыз реакцияға түсіп, шамалы көтерілсе жетеді. Себебі қазір күлшелерімізді жасап болғаннан кейін жарты сағатқа нанымыз тағы да көтерілу үшін қойып қоямыз. Осылай кішкентай 120 немесе 125 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін күлшелерімізді осылай видеодағыдай формасын келтіріп жасап аламыз. Күлшелерімізді жасап болғаннан кейін вилкамен нанның ортасын көтеріліп кетпес үшін осылай шығып қоямыз. Келесі кезекте осылай жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтімізді құйып, нанның бетіне жағатын боламыз. Әрі қарай күнжут пен седананы нанның бетіне сеппеулеріңіз өз еріктеріңізде. Егерде ұнамайтын болса, сеппей қойсаңыздар болады, бірақ та бұл нанның өзіне ерекше дәм береді. Мен осы жолы нандарымды, яғни күлшелерімді осындай конвекциялық пеште, конвекциясымен пісіріп көрдім. Нандарым өте әдемі шықты. Сіздерде қандай пеш, сол пештеріңізге салып ала беріңіздер. Әсел пеш болсын, Харлем, Акел, түрлері көп қой. Солардың барлығы жарай береді. Қайта сол пештерде өте әдемі шығады. Міне менің күлшелерім пісіп дайын болды. Түрі көз тартарлықтай, тәбетті ашарлықтай болып тұр. Міндетті түрде видеодағыдай жасап, дәмін көрулеріңіз қажет. Одан кейін нан сатып алмайтын боласыздар. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Кез келген ыстық тағамдармен, маймен жесеңіздер де керемет. Құрметті көрермендерім, егер сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде каналыма тіркеле кетіңіздер. Каналымның әрі қарай дамуына үлкен үлес қосар едіңіздер. Және кері байланыс беруді ұмытпаңыздар.